ел көшбасшысы, ұлт көшбасшысы атты салтанатты іс-шараның құрметті қатысушылары. Бүгін бүкіл ел айтулы күнді Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнін атап өтуде. История любого государства уникальна. Уникальность казахстанской государственности связана с именем первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. 1 декабря 1991 года первый раз всенародно избрали президента Казахстана. И сегодня дальновидная политика первого президента, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева вывела независимый Казахстан на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе СНГ и получила признание на международной арене. Қазақстан тәуелсіздік жылдарындағы прогрессі тұңғыш президент көшбасшылығының арқасында қалыптасты. Республиканы экономикалық өсудің жоғары қарқыны, қоғамның мүлдем жаңа қалыптасуының тұрақтылығы ерекшелендіреді. По инициативе первого президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева была создана уникальная модель казахстанского единства – Ассамблея народа Казахстана. Сегодня Ассамблея способствует созданию благоприятных условий укрепления межэтнического согласия, толерантности в обществе. Достық үйі қоғамдық келісім орталығы Қазақстан Республикасы Ассамблеясының 25 жылдығының айтулы күніне лайықты көрсеткіштермен жетті. На высоком уровне прошли мероприятия в рамках юбилейных дат. 175 лет мыслителю, философу, поэту Абаю Кунанбаеву. Работа волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области является примером патриотического, толерантного воспитания молодежи. За 2020 год волонтерами было проведено более 600 благородных дел. Біздің ел көшбасшысы, ұлт көшбасшысы мерекелік іс-шарамыз Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің күніне арналады. Қазақстан біртұтас көп ұлтты мемлекет. Қазақстанның дамуы мен гүлденуі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, әлемдік ауқымдағы саяси қайраткердің орасан зор еңбегі. Мы желаем Нурсултану Абишевичу и всему казахстанскому народу, чтобы звезда нашего государства светила ярко и высоко, чтобы каждый казахстанец верил в ее путеводную силу. Слово для поздравления предоставляется исполняющему обязанности руководителя Дома дружбы Центра общественного согласия Алкановой Жанар Ахметкалиевне. Сіздерді бүгінгі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Елбасының Қазақстан Республикасының тәуелсіз еліміздің қалыптасуына үлесі өте зор. Соның ішінде Қазақстан Халқы Ассамблеясының еңбегін ата кетуге болады. Тәуелсіздік жылдары осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының арқасында елімізде тыныштық, бейбітшілік орнап, әртүрлі ұлт өкілдері өздерінің мәдениетін, тілдерін үйренуге мүмкіндік алды. Қазақстан Республикасы тұңғыш президент күні барлық Қазақстан Республикасының азаматтарына денсаулық, елімізде бейбітшілік пен жалпы ұлттық келісім мен бірлік орнасын дегім келеді. Уважаемые земляки, поздравляю вас с днем первого президента Республики Казахстан. Роль Елбасы в становлении независимого государства очень огромна. Среди них можно отметить создание Ассамблеи народа Казахстана как уникального института общеказахстанского единства. В этот день хочу всем пожелать крепкого здоровья, мира и единства в нашей стране. Приглашаем всех принять участие в онлайн-концерте, который подготовлен творческими коллективами
общественного согласия. Открывает нашу программу хореографический ансамбль «Арабеск». Қарсы алыңыздар, құрметті достар. Шоу-балет «Экстази». Встречайте!
дружбы Центра общественного согласия – это единая семья со своими сложившимися традициями. Свое творчество дарят вам участники вокального ансамбля «Май Глёбхен». Встречайте! Қазақстандықтарға бейбітшілік пен тұрақтылық тілегіміз келеді.
Біздің концерттік бағдарламамызды Арарат хореографиялық ансамблі жалғастырады. Қабыл алыңыздар. Свое творчество дарят вам солисты народного ансамбля «Русская песня». Come on,
народного объединения Sizlerді Вайнах хореографиялық ансамблі құттықтайды. Қабыл алыңыздар. Арабеск хореографиялық ансамблінің музыкалық құттықтауын қабыл алыңыздар.
На сцене дуэт «Гармония» Белорусского этнокультурного объединения. Встречайте! На сцене хореографический ансамбль «Арабеск».
еліне сенген еліміз бен елбасымыздың мәртебесі әлем елдері алдында мәңгілік биіктей берсін. Мемлекеттік тарихымыздың мерейлі мерекесі Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіні тағы да құтты болсын. Ат босаға баталған ансамблінің құттықтауын қабылдаңыздар. еліміздің еңсесі биік болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Мы желаем вам всего самого доброго. До свидания. До новых встреч.